Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін бізде демалыс күні, яғни еш сылтаусыз біз өзімізге уақыт бөле аламыз. Бүгін біз сіздермен осанкаға, омыртқаға арналған екінші тренировкамызды жасайтын боламыз. Өздеріңізге ыңғайлы киім, су, коврик және алдағы 20 минутты босатып қойыңыздар. Кеттік. Бірінші денемізді қыздыратын разминкадан бастаймыз. Қолымызды белге қоямыз, аяқтарымызды иықтың бойымен қойдық. Басымыз төменге созамыз. Мойнымызды артқа, алға, артқа, жанға. Асықпаймыз, мына жердегі барлық бұлшықеттерімізді, мойнымызды созамыз. Жанға, тағы да 3 және 4. Асықпай жасаймыз. Басымызды бұрамыз. 1, 2, 3, 4. Хорошо. Басымызды жанға тартамыз қолымызбен. Екінші қолымызды жерге созамыз. Және басымызды алға, қолымызбен бұрып көмектесеміз. Артқа, алға, артқа. Жартылай шеңбер, полукруг шығу керек. Екінші қолымызды созуды ұмытпаймыз. Екінші жаққа жасаймыз. Ақырындап ауыстырдық. Жерге қарай тартамыз. Екінші қолымызды жерге қарай созамыз. Ауыстырамыз. Алға қарай айналдырамыз. Артқа, алға, артқа, тағы да алға, артқа. Жақсы. Енді екі қолымызбен замок жасап, басымызды артына қоямыз және төменге қарай тартамыз. Иегімізді кеудемізге тигіземіз. 1, 2, 3, 4. Енді артқа көтереміз. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Қолымызды белге қойдық. Иықтарымызды көтереміз, түсіреміз. Көтереміз, түсіреміз. Көтереміз, түсіреміз. Айналдырамыз артқа. 1, 2, 3, 4. Алға. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді барлық денемізбен жоғарыға қарай созыламыз. Аяқтың ұшына тұрамыз. Қолдарымызбен төбеге қарай созыламыз. Жақсы. Аяқтың арасын аштық. Алға созыламыз. Алға созылғанда қолдарымыз жерге түсірмейміз. Алға қарай созыламыз. Басымыздан төмен түсірмейміз. Арқамыз түзу. 1, 2, 3, 4. Жерге қарай. 1, 2, 3, 4. Сол қолымыз жерде, оң қолымызды ашамыз. 1, 2, 3, 4. Ауыстырамыз. 1, 2, 3, 4. Екі тобығымызды ұстаймыз. Отырамыз. Қолдарымыз іште, шынтағымызбен тіземізді екі жаққа итереміз. Жамбасымызды жерге қарай тигізуге тырысамыз. 1, 2, 3, 4 созыламыз. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Дәл осылай тұрамыз. Аяғымыздың арасын қаттырақ аштық. Және отырамыз. Отырдық. Енді біздің тіземіз қозғалмайды. Тек қана иықпен жұмыс жасаймыз. Иығымызды жерге қарай тартамыз. 1, 2, 3, 4. Екінші иығымыз. 1, 2, 3, 4. Жарайсыздар. Тұрамыз. Енді біз оң жаққа сол қолымызбен созыламыз. 1, 2, 3, 4. Екінші жаққа. 1, 2, 3, 4. Жақсы. Енді жаттығуларымызға көшейік. Осылай 4 точкаға тұрамыз. Тіземіз жамбастың астында, аяқтарымыз тіреміз, қолдарымыз жерде. Енді омыртқамызды біз қыздыруымыз керек. Омыртқамызды айналдырамыз. 1, оңға қарай, төменге, жанға, жоғарыға, жанға, төменге қарай түсіреміз.
Жанға қарай итереміз, жоғарыға көтереміз, екінші жанға түсіреміз. Осыны тоқтамай жасаймыз. Барлық денемізді қыздыруымыз керек. Қанды жүгірту керек. Егер біз жақсылап денемізді қыздырмасақ, да жаттығулар бізге қиын беріледі. Жасау қиын болады. Сондықтан жақсылап созамыз. Терең демалуды ұмытпаймыз. Ауаны мұрынмен жинаймыз, ауызбен шығарамыз. Енді дәл осыны екінші жаққа жасаймыз. Екінші жаққа айналдырамыз. Жақсылап тұрып, белімізді майыстырамыз. Кеудемізді жерге тартамыз төменде тұргенде. Тоқтамаймыз. Барлық омыртқамызды жұмыс жасатамыз, майысамыз. Керек болса, қолдарымызбен көмектесеміз. Ең бастысы біз омыртқамызды сезінуіміз керек, кеудемізді, белімізді. Терең демалуды ұмытпаймыз. Аяқтадық. Келесі жаттығу бізде полуволна деп аталады. Дәл осы позада тұрамыз. Енді біз сүңгиміз. Жерге қарай баспен кіреміз. Алға қарай шығамыз. Және баспен жоғары қарай шығамыз. Осы жерде біздің беліміз майысу керек. Басымыз жоғарыға тартамыз. Енді дәл солай артқа кетеміз. Төменге, артқа және орнымызға қайтып келеміз. Орнымызға қайтып келгенде белді домалатамыз. Қайтадан баспен кірдік. Омыртқамызды майыстырамыз, белімізді майыстырамыз. Жоғары қарай шығамыз. Шықтық. Дәл осыны артқа қарай жасаймыз. Міндетті түрде бұл жерде біз кеудемізбен белімізді жақсылап сезуіміз керек. Созуымыз керек омыртқаны. Егер омыртқаны созбасақ, бұл жаттығулардың еш пайдасы болмайды. Бізге омыртқаны созу керек. Күні бойы біз отырамыз, жүреміз, жұмыс жасаймыз. Тренировкаларға баратын болсаңыздар, ауыр веспен жұмыс жасайтын болсаңыздар, онда сізге екі есе осы жаттығуларды жасау керек. Өйткені күні бойы сіздің омыртқаларыңыз қысылады. Ал егер біз оны созбасақ, ол қысыла бергеннен кейін омыртқаның проблемалары пайда болады. Ол бізде дененің қисаюы, сколиоз, гиперлордоз, грыжа, протрузия деген сияқты проблемалар пайда болады. Сондықтан жақсылап жасаймыз. Егер сізде уже грыжа, протрузия болатын болса, онда сізге тем более бұл жаттығуларды жасау керек. Терең демалу жасаймыз. Аяқтадық. Келесі жаттығу менде осындай валик. Сіз алдыңызға стульчикті қойсаңыз болады, орындықты. Осылай қолымызбен қоямыз орындыққа. Сізде орындық болса, және кеудемізбен созыламыз. Жерге қарай 1, көтереміз 2. Және жамбасымыз қатты артқа кетіп қалмау керек. Бүйтіп отырмаймыз жамбасқа. Жамбасымыз жоғарыда, тізенің үстінде. Барымызша дұрыс жасауға тырысамыз. Кеудеміз жерге тартамыз. Көтереміз. Жерге тартамыз. Көтереміз. Бұл жаттығуда сіздің иықтарыңыз ауруы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай. Көбісінде ондай болады. Кім отырып, кім жұмыс жасайды. Кім компьютермен, мышкамен көп жұмыс жасайды. Телефонмен. Осындай иықтың аурулары болуы мүмкін. Сондықтан оған қатты мән бермейміз. Шыдаймыз. Өздеріңізді аямай жасауға тырысыңыздар. Өздеріңізді қатты аясаңыздар, бұл ешқандай пайда болмайсыздар. Ешқандай нәтижеге жете алмайсыз. Өзіңізді аяй берсеңіз, сондықтан
жаттығуды беріліп жасаймыз. Кеудемізді жерге қарай тартамыз. Қолдарымызды созамыз. Кеудеміз жерге қарай тартып жатсақ. Терең дем аламыз, созыламыз, жақсылап. Соңғы рет. Аяқтап. Келесі жаттығуға біз отырамыз. Отырдық, тіземізді алға шығарамыз. Қолдарымызды артқа қоямыз. Барлық салмақпен қолдарымызға құламаймыз, иә? Иықтарымызды төменге тартамыз. Кеудемізді жоғарыға итереміз. Белімізді майыстырамыз, алға қарай итердік. Босатамыз. Итереміз, кеудемізді шығарамыз. Босатамыз. Терең дем алуды ұмытпаймыз. Жаттығулардың арасында пауза жасамаймыз, перерыв жасамаймыз. Барлығын осы видеода қалай көрсетілген, барлығын қосып слитно жасаймыз. Сол кезде денеміз максимально өзінің нагрузкасын алады. Максимально өзінің жұмысын жасайды, және тренировкадан кейін сіздер рахаттанып қаласыздар. Босатамыз. Итереміз. Итерген кезде иықтарымызды мойынға қыспаймыз. Иықтарымыз жерге тартамыз. Мойнымыз ұзын, кеудемізді алға, төбеге қарай итереміз. Белімізді алға итереміз. Арқамыздың бұлшықеттерін сеземіз. Бұл негізі оңай болып көрінеді, негізі қиын жаттығулардың бірі. Өйткені омыртқаны итеру ондай оңай емес. Көрінгендей. Белімізді итереміз, жауырындарымызды қосамыз, кеудемізді төбеге алға емес, жоғарыға қарай итердік. Қысамыз жауырындарымызды, омыртқамызды итереміз, бұлшықеттерін қысамыз, сезеді және напряжениені сеземіз, босатамыз. Тағы да соңғы рет итердік. Аяқтадық. Егер менімен жеке жұмыс жасаған келсе, онлайн курсқа қосыл. Ол жақта мен саған толықтай диагностика, консультация және 21 толыққанды тренировка беремін. Онлайн курсқа қосылғандарға менен жеке кері байланыс және доступ шексіз беріледі. Келесі жаттығу. Тізерлеп отырамыз. Бір аяғымызды шығарамыз жанға, оң аяғымызды, иә? Енді жанға қарай созылдық. Мысалы, оң аяғымыз созсақ, оң қолымызбен солға созыламыз, жамбасымызға отырмаймыз, итереміз алға қарай, созыламыз. Бұл бізге жамбастың қисаюынан көмектеседі. Созылдық, максимально бетімізді жаппаймыз, қолымызбен ашамыз, кеудемізді ашамыз, босатамыз, аяғымызға отырамыз. Аяқты созамыз, босатпаймыз бұл аяқты. Қайтадан жамбасымызды көтердік. Қолымызбен жанға созыламыз. Созылдық. Мына жерлердің барлық созылғанын сезуіміз керек. Беліміз, жанымыздағы бұлшықеттер, осының барлығын сеземіз. Босатамыз. Аяқтарымызды ауыстырдық. Екінші жаққа, екінші аяғымыз созамыз және екінші жаққа созыламыз өзіміз. Жамбасты көтереміз. Жерге қараймыз. Қолымызды созамыз жерге қарай, қолымыз ұзын. Босатамыз. Отырдық. Тағы да. Кім тізесіне отыра алмайды, солар тұрып жасаса болады. Терең дем алуды ұмытпаймыз. Созыламыз барымызша. Созылдық, жамбасты итереміз. Басымыз жаппаймыз, бетіміз жаппаймыз қолмен. Тағы да.
терең демаламыз. Аяқтадық. Келесі жаттығу бізде қанат қағу деп аталады. Осыған отырамыз, кеудемізді итереміз, қолдарымызды созамыз. Және артқа қосамыз. Сол рет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Қысамыз. Кеудемізді жоғарыға итердік. Белімізді алға итереміз. Қолдарымызды түсірмейміз. Иықтың бойымен ұстаймыз. Жауырындарымызды қосамыз. Дағы да қағамыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, акцент артқа 7, 8 артқа, 9, 10 ұстаймыз, қысып ұстаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Бұл қиын жаттығулардың бірі. 1, 2, шыдаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ұстаймыз. 1, 2, шыдаймыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ұстаймыз. 1, 2, 3, 4 шыдаймыз. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Соңғы рет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Аяқтадық. Босатамыз. Жақсы. Енді біз денемізді босатамыз. Толықтай жатамыз. Аяғымызды созамыз. Денемізді босатамыз. Еш жерімізді қыспаймыз. Көзімізді жұмамыз. Терең демаламыз. Енді 10 тіземізді ұстаймыз. Кеудемізге қарай тартамыз, жақсылап тұрып. Кеудемізге дейін жеткіземіз. Қысып ұстаймыз. Ауыстырамыз аяғымызды. Кеудемізге дейін жеткіземіз. Жақсылап қысамыз. Енді 2 тіземізді де құшақтадық. Міндетті түрде белімізбен жерді сезуіміз керек. Бірінші өзімізге қысамыз. 1, 2, 3, 4. Енді жанға теңселеміз. Оңға, солға, оңға, солға, оңға, солға. Аяғымызды созамыз. Қолдарымызды жоғарыға созамыз. 2 жаққа созыламыз барлық денемізбен. Босатамыз. Қолдың аяқтарын, саусақтарын қысамыз. Ашамыз. Қысамыз. Ашамыз. Сыртқа айналдырамыз. 1, 2, ішке қарай. 3, 4. Аяқтадық. Ал біз тренировкамызды аяқтадық. Өзіңіз, денеңіз осы көрсетілген жаттығулардан максимально рахат алды деген ойдамын. Келесі тренировкада кездескенше сау болыңыздар.